Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Букеева Майра Колганатовна, Қызылорда облысы Арал ауданы Жақсықылыш кенті нөмірі 19 орта мектебінің биология пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қанның құрамы мен қызметі. Сабақтың мақсаты қан құрамы мен қызметін сипаттау. Оқушылар, сіздер ойнап жүргенде, үйде тұрмыстық заттарды қолданып отырған кезде, немесе басқадай кездейсоқтықтан жарақат алуымыз мүмкін. Сол кезде терілердің арасынан қызыл тамшыларды көреміз. Бұл қызыл тамшы қан деп аталады. Қан дәнекер ұлпасы жататын сұйықтық. Қан организмнің ішкі ортасы. Қанның қызметін тасымалдау, қорғаныш, гуморальдық деп 3 топқа бөлуге болады. Тасымалдау қызметіне тоқталатын болсақ, оттекті өкпеден ұлпа жасушаларына, ал көміршыл газын жасушалардан өкпеге тасымалдайды. Ас қорыту мүшелерінен қоректі заттарды жасушаларға жеткізеді. Ас қорыту мүшелерінде аш жиекте қоректік заттар сіңіріледі. Сол қоректік сіңген заттарды қан барлық мүшелерге тасымалдайды. Жасушалардан зиянды заттарды шығарып тастайды. Заттардың ыдырау өнімдерін бүйрекке және басқа да сыртқа шығару мүшелеріне тасымалдайды. Бауыр және бұлшық еттегі жылуды тері мен өкпеге тасымалдайды. Қорғаныш қызметіне тоқталатын болсақ, ағзаны зиянды заттардан және ауру тудыратын микроағзалардан қорғайды. Микроағзалармен күресетін заттарды қалыптастырады. Дене температурасының тұрақтылығын сақтайды. Жасушаларда қышқылдың судың деңгейін реттейді. Дене температурасының тұрақтылығы, балалар, біздің организмімізге түскен бактериялар улы токсин заттарды бөледі. Сол кезде біздің дене температурамыз, яғни қызуымыз көтеріледі. Сондықтан да осы қорғаныш антиденелер біздің организмге түскен бактериялармен күреседі екен. Гуморальдық қызметі ішкі секреция бездерінен бөлінген биологиялық белсенді заттарды біз гормондар деп атаймыз. Сол гормондарды тасымалдайды. Қанның ұю үдерісі өте күрделі. Оған тромбоциттерден басқа кальций тұздары, плазма нәруызы, фибриноген және тағы басқалар қатысады. Кез келген ұю құрам бөлігінің біреуінен айырылған қан ұйымайтын болады. Қан ұйымайтын, тұқым қуалайтын ауру, ол сирек кездесетін гемофилия ауруы. Ол плазма құрамында гемофилияға қарсы фактор ұю нәруыздарының бірі болмауынан туындайды. Қазіргі кезде гемофилиямен ауыратын адамға бұл нәруызды жасанды түрде енгізеді. Қан дәнекер ұлпасының сұйық түрі. Қан адамның дене салмағына байланысты болып келеді. Ересек адамда 4,5-5 литр қан бар. Қанның құрамы плазмадан және де қан жасушаларынан тұрады. Плазма 55% құраса, қан жасушалары 45% құрайды. Плазманың құрамында су 90% құраса, тұздар 0,9% құрайды. Глюкоза 0,1-ден 0,12% құрайды. Ал нәруіздер 7-8% құрайды. Нәруіздердің 3 түрі белгілі: альбуминдер, глобулиндер және фибриногендер. Альбумин мен глобулин нәруыздары жасушадағы су мен денедегі сұйықтықты реттеуге қатысса, ал фибриноген қанның ұюына қатысады. Құрамында фибриноген нәруізі болмаған қан плазмасы сарысу деп аталады. Нәруыздар қан ұюына қатысып, плазмаға жабысқақтық қасиет береді. Жасушалар үшін негізгі қуат көзі. Плазмада глюкоза мөлшері 0,4%-тен аз болса, ми жасушалары қатты қозып, бұлшықеттер жиырылып тырысады, түйіледі. Қанның құрамында глюкоза концентрациясы тым азайып кеткенде, қан айналымы мен тыныс алу бұзылып, адам өліп кетуі мүмкін. Қан жасушаларын формалы элементтер деп те атайды. Олардың 3 түрі бар: эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер. Қанның барлық жасушалары сүйек кемігінде түзіледі де, бауырда және көк бауырда тіршілігін жояды. Қан жасушаларының әрбір түрінің өз ерекшеліктері бар. Ол белгілі бір қызмет атқаруға мүмкіндік береді. Эритроциттер қанның ең ірі жасушалары. 1 куб миллиметр қандағы мөлшері 4,5-5 миллион. Олар қызыл түсті, екі жағынан иілген дискі пішінді ядросы жоқ. 120 тәулік тіршілік етеді. Оларда күрделі нәруыз гемоглобин болады. Ол оттек пен көміршыл газын тасымалдайды. Темірдің оттекпен қосылуы қызыл түс береді. Сондықтан эритроциттер қызыл түсті, қан да қызыл түсті. Ал гемоглобинді қан пигменті деп атайды. Қан құрамындағы гемоглобин мөлшері тұрақты болады: 120-150 грамм литр. Егер адамда қанның құрамында гемоглобин немесе темір, эритроциттер мөлшері азаятын болса, анемия ауруы қан азық ауруына шалдығады. Лейкоциттер қанның ақ жасушалары. Бұл ядросы бар және қан ағысымен ғана емес, жалған аяқтарымен де қарапайым амеба сияқты қозғалатын қан тамырларының арнасынан шыға алатын қан жасушалары. 1 куб миллиметр қанда 6-8 мың лейкоцит болады. Лейкоциттер ағзаны ауру тудыратын микробтардан қорғайды.
иммунитетті жүзеге асырады. Сондықтан олардың мөлшері жұқпалы аурулар, ауыр дене жүктемесі кезінде және тағы басқа жағдайда ауытқуы мүмкін. Қанның басқа жасушалары сияқты лейкоциттер де сүйек кемігінде түзіледі. Жетілген кезде иммундық мүшелерде қызмет атқарады. Лейкоциттердің әртүрлі типтері айырша безде, лимфа түйіндерінде, көкбауырда түзілуі мүмкін. Тромбоциттер қанның ұю үдерісіне қатысатын ядросы жоқ ұсақ қан пластинкалары. 1 куб миллиметр қандағы мөлшері 180-400 мың. 8-11 тәулік тіршілік етеді де бауырда, көкбауырда немесе тромб түзілген кезде тіршілігін жояды. Тромбы ерімейтін нәруыз фибриннің жабысып қалған жіпшелерінен түзіледі. Ол қан плазмасын еритін нәруызы фибриногенге айналады. Қан тамырының жарақаттанған жеріне жабысып қалған фибрин жіпшесіне ірі эритроциттер, сосын қанның басқа да жасушалары тұрып қалады. Сондықтан тромб қызыл түсті болады. Қалыпты жағдайда ол 3-4 минутта түзіледі. Құрметті оқушылар, енді тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Қалыпты жағдайда жүрек 1 минут ішінде орта есеппен 5 литр қанды тамырларға айдаса, 1 сағатта және 1 тәулікте қанша мөлшерде қан айдайды? Барлығымыз ауызша есептеп көрейік. Есептейік, балалар. Есептің жауабы 60 минут көбейтілген 5 литр, яғни 1 сағатты 60 минутқа айналдырамыз, 5 литрге көбейтеміз, сонда 300 литр болады. Ал 1 тәулік дегеніміз 24 сағат. Оны шыққан шығынды 300 литрге көбейтеміз, сонда 7200. Жауабын көреміз. Жауабы 1 тәулікте 7200 литр қан айдайды. Оқушылар, екінші тапсырма. Дұрыс жауапты таңдаңыз. Берілген сөйлемдердің дұрыс, бұрыс екенін айтамыз. Плазма қанның мөлдір түсі сұйықтығы. Келісесіздер ме, балалар? Плазма қанның мөлдір түсі сұйықтығы ма? Дұрыс. Плазма қанның мөлдір түсі сұйықтығы. Плазма құрамында 58-70% су бар. Келісесіздер ме? Жоқ, әрине. Плазма құрамында 58-70% су жоқ. Плазма құрамында 90-92% су бар. Дұрыс. Плазма құрамында 90-92% су бар. Эритроциттер қанның ақ жасушалары. Кәне, балалар, қалай ойлайсыздар? Әрине, жалған, дұрыс емес. Эритроциттер қанның ақ жасушалары емес, эритроциттер қанның қызыл жасушалары. Келесі сұрақ. Гемофилия қан ұйымайтын тұқым қуалайтын ауру ма? Дұрыс. Гемофилия қан ұйымайтын тұқым қуалайтын ауру. Келесі. Плазма құрамында 7-8% нәруыз бар. Дұрыс па, балалар? Әрине, дұрыс. Плазма құрамында 7-8% нәруыз бар екен. Плазма барлық қанның 55%-ын құрайды. Келісесіздер ме? Дұрыс. Плазма барлық қанның 55%-ын құрайды. Келесі. Тромбоциттер ағзаны микробтардан қорғайды. Дұрыс па, оқушылар? Әрине, қате. Тромбоциттер ағзаны микробтардан қорғайды емес. Тромбоциттер қан ұюға қатысады. Міне, балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.